Сақтардың Александр Македонский әскеріне қарсы күресі. Александр Македонский Македония патшасы, әлемдік эллинистік державаның негізін қалаушы, антикалық дәуірдің ең даңқты қолбасшысы. Ол біздің заманымыздан бұрын 356 жылдың шілде айының соңында Македонияның астанасы Пеллада дүниеге келген. Әкесі Македония патшасы 2 Филипп. Ғұлама ғалым Аристотель 13 жастан бастап оқытып, тәрбиеледі. Біздің заманымыздан бұрын 336 жылы 20 жасар Александр Македония тағына отырып, Македонский деген атпен танымал болды. Шығыс деректерінде ол Ескендір Зұлқарнайын деген атпен белгілі. Біздің заманымыздан бұрын 4 ғасырдың 30 жылдары ол жаулап алу жорықтарын бастады. Грекиядағы билігін орнатқан соң, Александр Парсы патшалығын талқандап, Азияға жорық жасады. Парсы патшалығын күйреткеннен кейін, ол Орта Азияға басып кіріп, Сырдарияға жақындады. Грек-Македон басқыншыларына қарсы күресті Сақ тайпасының басшысы Спитамен басқарды. Ол 3 жыл бойы Македон әскеріне қарсы партизандық соғыс жүргізді. Александр Македонский оған қарсы қосымша әскер жіберді. Осы кезде Спитамен шегінген кейіп танытты. Гректер қорқып қашқан көшпенділерді қуып жетуге ұмтылғанда, Спитамен әскерін қайта топтастырып, шабуылға шықты. Александр Македонский сақ жерін бағындыру үшін жасаған жорығы сәтсіз аяқталды. Ол Сырдария бойында бірнеше бекініс салғанымен, Орта Азияда ұзақ уақыт тұрақтай алмады. Сақтармен болған қақтығыстар оның әскерін әлсіретіп, Үндістанға қарай жорық жасауына кедергі келтірді. Қазіргі таңда осы оқиғалардан кейін Ескендір төбесі, Ескендір көпірі деген жер атаулары сақталып қалған. Абай Құнанбайұлы Ескендір поэмасында Александр Македонскийдің ашкөздігін сынады. Ақын Ескендірдің шексіз билікке деген құмарлығын мына жолдармен сипаттайды. Осы жұрт Ескендірді біле мекен. Македония шаһары оған мекен. Филипп патша баласы, ер көңілді, мақтан сүйгіш, қызғаншақ адам екен. Филипп өлді, Ескендір патша болды. Жасы әрең 21-ге толды. Өз жұрты аз көрініп, көршілерге көз алартып қарады, оңды солды. Сұмдықпен ғаскер жиып қаруланды, жақын жерге жау болды. Тұра аттанды. Көп елді күтінбеген қырды, жойды, ханды өлтіріп, қаласын тартып алды. Жазасыз жақын жердің бәрін шапты, дарияның суындай қандар ақты. Шапқан елдің бәрінде бодан бір қылып, өкіметін қолына тартып апты. Ескендір елде алмаған хан қоймады, алған сайын көңілі бір тоймады. Араны барған сайын қатты ашылып, жердің жүзін алуға ой ойлады.